Ресей әлемдегі ең үлкен аумаққа ие мемлекет. Оның халық саны аумағы одан 12 есе аз Нигерия мемлекетіндегі халық санына тең. Алайда бұл теңдік көпке созылмайды. Бір мемлекеттің халық саны тез өссе, екіншісінің халық саны азаюда. Осы мәлімет бізге не бермекші? Демографиялық статистика әлеуметтанушылар мен мемлекеттік саясат сарапшылары қолданатын маңызды ақпарат. Бірақ елдегі жағдайды түсіну және нақты болжамдарды жасау үшін халық саны туралы ғана емес, сондай-ақ елдің ішкі ерекшеліктері туралы мәліметтерді, мысалы, халықтың жасы мен жынысы бойынша бөлу сияқты мәліметтерді білу маңызды. Енді осы көрсеткіштерді бақылаудың оңай жолы қандай? Кешенді деректерді визуализация арқылы түсіндіру оңай. Халықтың ішкі бөлінуін көрсету үшін демографтар қолданатын тәсілдердің бірі демографиялық пирамидалар. Бұл жерде ақпарат жыныс бойынша бөлінген. Бір жағынан әйелдер, екінші жағынан ерлер саны. Халықтың саны 0-ден 4 жастан бастап 100 жасқа дейін және одан үлкен әрбір жас аралығы үшін 5 жылда көрсетілген. Бұл интервалдарда жыныстық жетілудің бастапқы жылдары 0-ден 14 жасқа дейін, репродуктивті жылдары 15-тен 44-ге дейін және репродуктивті жылдан кейінгі 45 және одан жоғары аралық көрсетілген. Осындай пирамида демографиялық көрсеткіштердің динамикасын нақты болжай алады. Мысалы, Руанда мемлекетінің демографиялық пирамидасы елдің тез өсіп келе жатқанын көрсетеді, және халықтың көпшілігі пирамиданың төменгі жас тобына кіреді. Алдағы жылдары халық саны тез өседі. Бүгінгі жастар репродуктивті жасқа жеткен кезде және өздері балалы болған кезде халық таяудағы 10 жылдық ішінде 2 есе артады. Келесі мысалда Канада мемлекетін қарастырайық. Халықтың басым бөлігі пирамиданың ортасында топтастырылған. Репродуктивті емес топ адамдардың репродуктивті топқа қарағанда аз болғандықтан халық баяу өседі, ал ұрпақты болу жасына жеткен адамдар саны төмендейді. Енді Жапон мемлекетіне назар аударайық. Халқының көп бөлігі репродуктивті жастан кейінгі топта болғандықтан және халықтың саны жас топтарда аз болғандықтан қазіргі туу коэффициенті кезінде халық саны төмендей бастайды. Себебі репродуктивті жас тобына кіретін адам саны барынша азаяды. Берілген 3 пирамида бізге елдің индустриялық немесе постиндустриалды қоғамға қарай көшудегі демографиялық ілгерілердің 3 түрлі сатысын көрсетеді. Индустрияландыру процесінің алғашқы кезеңіндегі елдерде өмір сүру ұзақтығының өсуі және балалар өлімі жітімі деңгейінің төмендеуі медицинаның, санитарлық жағдайдың және азық-түлікпен жабдықтауының жетілдіру нәтижесі ретінде байқалады. Сонымен қатар, туу коэффициенті бір қалыпта қалуы халықтың күрт өсуіне әкеледі. Индустрияландыру жолына ертерек тұрған дамушы елдерде туу деңгейінің төмендеуі байқалады. Бұл әйелдерге берілген білім алу мүмкіндігі, бала туудан тыс олардың әлеуетінің өсуі және ауылдық аймақтан қалаға көшу сияқты факторларға байланысты. Үлкен отбасыларды экономикалық тұрғыдан аз тиімді етеді. Ақырында индустрияландыруда алға басқан елдер туу мен өлім деңгейлері төмен болған сәтке жетіп, халық саны тұрақты болып қалады, немесе тіпті төмендей бастайды. Енді осы елдердің 2050 жылға болжау жасау ретінде құрастырылған пирамидаларын қарастырайық. Олар бізге әр елде күтілетін халық санының өзгеруін және болашақта осы пирамидалардың санын қандай факторлар өзгертетіні туралы айтып бере алады. Демографиялық пирамида ел болашағын болжауда және оның өткен тарихының дәлелі ретінде пайдалы. Ресейдің демографиялық пирамидасы әлі де Екінші дүниежүзілік соғыстың жараларының салдарынан бейнелейді. Мұнда егде ер адамдардың санын қарт әйелдердің санымен салыстырғанда аз екені, сондай-ақ соғыстан жауынгерлердің қайтып оралуының және бейбіт өмірдің жаңғыруының себебінен халықтың салыстырмалы түрде күрт өсуі көрсетіледі. Қытайдың демографиялық пирамидасы 35 жыл бұрын енгізілген бір отбасы бір бала саясатының салдарын бейнелейді. Бұл Руанда сияқты халықтың күрт өсуіне жол бермеді. Сондай-ақ жыныстық белгісі бойынша аборттардың өсуіне әкеліп, ер балалар санын қыз балалар санынан күрт артуын тудырды. Ал ақш-тың демографиялық пирамидасы Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі туу деңгейінің күрт өсуін көрсетеді. Көріп отырғаныңыздай, демографиялық пирамидалар елдің өткені мен келешегін бір суретте бейнелеп, кез келген сандар жиынтығынан әлде қайда нақтырақ бейнені ашады. Қазіргі заманда барлық жағдайлар өзара байланысты. Ол тап немесе азық-түлік жетіспеуі болсын, экологиялық қауіп және экономикалық теңсіздік болсын, ғалымдар мен басқарушылар бұл мәселелердің маңыздылығын терең түсіну үшін демография және оған әсер ететін факторларды ескеруі жөн.